Мына бір объектіні бітіріп, запуск жасап тапсырып жатырмыз. Соң қазір айтып оны мол да көп болса, қой арам өледі деуші ме еді, бір мақалдар бар ғой. Қазір бір отопление істегіш, ақыл айтқыш адамдар көп болып жатыр да. Радиатордың монтаждың енді неше түрлісі бар. Соның ішінде мен ешқандай волокитасыз ең дұрыс вариантын көрсеттім сіздерге. Ол Ленинградка деп айтамыз енді біз. Двухтрубный система бар, верхний разводка деген система бар. Міне мысалға сіздің үйіңізге 100 метр труба кететін болса, ол енді каждый по своему идет деген тағы да бір мақал бар, иә. Өзінің бір нәрсесін пиқайттап, елге соны менікі дұрыс деп, бір әдетке айландырып алған ба, бір системалар бар. Ол верхний разводка дейді. Міне мысалға ол обратка деп жарайды. Астынан бір тарттың, и үстінен тағы да бір тұрба жіберіп, мынадан бүйтіп тұрбаны алып мынаған бүйтіп түсіреді. Келесі радиаторға тоже бүйтіп тұрбайлан жүре береді, үстінен түсіреді. Вот енді сен анау ойлаш, үйіңнің ішінің бәрі тұрба үй емес, бір подвал или бір тепловой узел болып кете ма, не болып кететінен елестетші бүйтіп көз алдыңа. Мына жердің барлығы тұрба болып тұрса, астынан бір тұрба. Онан кейін ана бұрынғы СССР-дің үйлерінде болған онан төбеге емес, мына жерден турчунный радиаторда. Мына жерде міне бүйтіп тоже екі линия тұрба кетеді. Оның барлығын біз бұзған кезде мен енді отоплениенің темасын жеп, енді жаман болса да тышып тастаған деп айтатын адамдардың біреу. Мына жерден екі тұрба жібереді, ол үсті жүре береді, асты бітеле береді. Ондай система тоже не надо. Міне бір-ақ тұрба кетті. Онан кейін нижний проходной деген система бар, ана сгонмен жинайтын чугунный радиаторларда. Ол тоже жақсы. Онан кейін мына жерде неғып нақсап қойдық дейсіңдер. Енді көп жайларда обой келейді дейді. Ленинградка деген мысалға мына жерден екеуін бүйтіп жалғайды, мына жерден. Если өстіп жалғап кететін болсақ, радиаторда шешу қиындықты отырады. Мына қысап жалғаған кезде үстіне мына американка шешесің да, мына тұрба ұзын, рычаг ұзын болғандықтан, мынаны спокойно артқа тартып, радиаторды оп-оңай шешіп аласың. Крандар жабық тұрады. Артына обой жапсырасың ба, краситтайсың ба, не істесең оны істе, радиаторды спокойно шешіп алып, қайтадан орнына қоя саласың. Сол ерекшелігі. Двухтрубный, верхний разводка деп өйтіп жыртпай қойыңдар. Бір тұрба жеткілікті. Ол опять же бұл жерде центральный отопление, частный отопление қандай болады, расчет. Мысалға біз осы Ленинградкамен центральный отопленияға бір витокқа сороковка тұрбамен 30 радиатор іліп жібергенбіз. 30 радиатормен спокойно жұмыс істеп тұр. А если частный отопленияға салатын болсаң бүйтіп, ол жұмыс істемейді уже. Частный отоплениеда бір 10 радиатордан кейін ары қарай уже каждый радиаторың уже салқындай береді. Оның бәрін учитывать айтпау керек. Оның барлығын жылдан жылға тәжірибемен келетін нәрсе. Білмесеңдер сұраңдар. Мына жерде бізде өзі бар жоқ 12 радиатор тұр осы бір группта. Барлығында бірдей температура.